Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін біз қазақ елін басқарған қазақ хандары туралы топтаманы бастағалы отырмыз. Бұл топтаманы біз қазақ хандығын 30 жылдан астам басқарған Бұрындық ханмен танысудан бастайтын боламыз. Бұрындық ханның туған жылы белгісіз. Жастайынан еңгезердей ірі денелі болған ол ат үстіндегі соғысқа мығым, тіпті тайсалмай жекпе-жекке шығатын батыр тұлғалы адам болған деседі. Әкесінің досы әрі туысы Әз Жәнібек қайтыс болған соң хан тағына Керей мен Әз Жәнібектің балаларының ішіндегі жас жағынан ең үлкені Бұрындық отырады. Оның таққа келу жолы да күрделі. Ол Жәнібек ханның билігі тұсында қазақ хандығының қалың әскерін бастап, алғаш Әбілқайырдың ұлы Шейх Хайдарға, онан соң Әбілқайырдың басқа баласы Шейх Бұлақтың ұлы Мұхамед-Шайбаниға қарсы күресте ерекше ержүректігімен көзге түсті. Әбілқайыр өлген соң өзбек ұлысының тұтқасын ұстаған Шейх Хайдар маңғыттарды өзінің ықпалынан шығармау үшін олардың билеушісі Мұса мырзаны ханнан кейінгі жоғары лауазым болып есептелінетін Бекілербек дәрежесіне көтеріп қойған еді. Алайда қазақ хандығының күшеюі оның жауларының оған қарсы ашық күреске шығуын тездете түсті. Енді оған қарсы Сібірдегі Түмен жұртының билеушісі Ибақ, қазақ ханы Жәнібек және маңғыт билері Аббас пен Мұсавилер бірігіп қарсы шықты. Осы соғыста Бұрындық Әз Жәнібектің тапсырмасымен қазақ хандығының әскерін басқарды. Жанжал Сібір билеушісі Ибақтың Шейх Хайдарды өлтіруімен аяқталды. Енді Қыпшақ даласындағы хандық билік қазақ сұлтандары қолына көшті. Оған төзе алмаған Әбілқайырдың немересі Мұхамед-Шайбани енді Хайдар ағасының кегін қайтару үшін өзбек ұлысының тоз-тоз шыққан әскердің қалдығының басын біріктіріп, аңдып жүріп, бірнеше күннен кейін Ибақ бидің ұлын өлтіріп тынды. Енді ол қазақтардан кек алуға көшті. Осы мақсатпен көмек іздеп Әмір Темірдің мұрагерлерін жағалаған ол, солардың қолдауымен сыр бойындағы бірнеше қамалдарды қазақтардан тартып алды. Енді ол Ноғай мырзаларын жағалады. Алғаш Мұсавиді өзіне қарату үшін оларға қарсы жорықтар жасады. Одан соң онымен құда жекжаттық қатынастар орнату үшін оның қызына ғашықтық мұңын шағып, жасырын хаттар жолдаумен болды. Ақыры ол дегеніне жетті. Өзіне күйеу бала болған, оған қарсы тұра алмаған маңғыттардың билеушісі Мұса мырза Жапан даланың түкпір-түкпірінен Ноғай мырзаларын жинап, Мұхамед-Шайбаниді ақ кигізге оратып, ханын көтеріп, таққа отырғызбақ болды. Бұл 1472 жыл еді. Осыны естіген Бұрындық қасына Әз Жәнібектің ұлдары Қасым, Әдік бастаған сұлтандарды ертіп, 50 мың әскерімен кең даланы дүбірлетіп, маңғыттардың мекеніне жетіп келді. Қырғын соғыс ит шығыспен аяқталыпты. Алайда Бұрындықтың осындай жаужүректігі маңғыттарды Махмуд-Шайбаниден іргесін аулақ салуға итермеледі. Өзі жеңіске жете алмаса да, маңғыттардың Мұхамед-Шайбаниді хан сайлауына мүмкіндік бермеген Бұрындық енді сыр бойындағы Мұхамед-Шайбаниға бағынатын қалаларды қайта басып алуға кірісті. Мұның бәрі Бұрындықтың жауынгерлік тұрғасын айшықтай түсті. Алайда осындай жаугершілік өсіп тұрған заманда Бұрындықтың жеке басы ұрыстарда батыр ретінде тұлғаланса да, саясаткер ретінде оның ынжықтығы, жауапты шешім қабылдауға келгенде бостығы мен жалтақтығы уәзірлер кеңесі мен рубасыларын қанағаттандыра қойған жоқ. Ал атақты Жәнібектің ұлдары болса, мұндай жауапты тақты иемденуге әлі балаң, әрі тәжірибесіз еді. Демек, Бұрындық ел басына жылтаяң жағдай төнгенде амалсыздан таққа отырғызылған қаһарман жауынгер, бірақ өкінішке орай жігерсіз тұлға еді. Сондықтан да оны басқалар тәрізді Әз Жәнібектің ұлдары да тыңдай қойған жоқ. Мемлекетті қорғауда әркім өз білгенінше әрекет жасайтын заман туды. Дегенмен де әкесінің өсиетіне мойынсұнған Әз Жәнібектің ұлдары, оның ішінде шын мәнінде Бұрындық ханның барлық атты әскерлерінің қолбасшысы болып табылатын Қасым да айтарлықтай ұзақ уақыт Бұрындыққа қарсы шыға қоймады және таққа да таласқан жоқ. Мұның өзі қазақ хандығының ішкі бірлігін нығайтып, Бұрындық ханның ата жаулары өзбек ұрысына қарсы жорықтарын үдете түсуіне толық мүмкіндіктер берді.
Әбілқайыр және оның ұлы Шейх Хайдар хан өлген соң көшпелі өзбектер мекендейтін далада рубасылар мен баһадурлардың рөлі күшейіп, олар үш этнотайпалық қауымдастыққа қазақтарға, өзбектерге және маңғыттарға жіктеліп, билікке таласып, өзара жауласа түсті. Осындайда алғаш Жәнібектің, онан соң Бұрындық ханның тұсында қазақ сұлтандары өзбек ұрысындағы билікті шайбаниліктерден тартып алды. Басқа қолаған шайбаниліктер өздері қашып барған маңғыттардың Астрахан хандығынан да қолдау таба алмай, біраз уақыт Саура мен Сығанат маңындағы аймақтарды шағын топтарға бөлініп, ел тонап күн көрді. Осындайда ел тыныштығын ойлаған Бұрындық хан өзінің ата жаулары шайбанилік сұлтандармен туыстық қатынастар орнату арқылы оларды бейбітшілікке шақырмақ болды. Ол осылайша 90-шы жылдар ішінде қатарынан өзінің үш бірдей аяулы қыздарын шайбанилік сұлтандарға тұрмысқа ұзатты. Олардың бірі Мұхаммед Шайбанидің өзіне әйелдікке берілсе, екіншісі оның інісіне, ал үшіншісі Мұхаммед Шайбанидің баласы Темір сұлтанға тұрмысқа берілді. Осыдан соң қазақтармен жауласуды уақытша тоқтатқан Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани өзінің соңынан ілескен азғана топпен 1500 жылы алғаш Бұхараны, одан соң Самарқанды басып алып, Әмір Темір мұрагерлерінен билікті тартып алды. Бұл жорық 1507 жылы Хорасан, Герат тәрізді басқа қалаларды бағындырумен аяқталды. Ал мұның өзі шығыс Дешті Қыпшақтағы шайбанилік өзбектердің осындай жаппай қоныс аударын туғызды және Темір мемлекеті енді шайбанилік өзбектер мемлекетіне айнала бастады. Осындайда Мұхаммед Шайбанидың қазақтарды Түркістан аймағына кіргізбеуді ойластырған әрекеті Бұрындық хан бастаған қазақ сұлтандарының жауап жорықтарына негіз болды. Мұндайда құда жекжаттық қатынастар жайына қалды. Ал мұның өзі өз кезегінде Мұхаммед Шайбаниді қазақ хандығына қарсы 1503-1504 жылдардан бастап 4 рет жорық ұйымдастыруға мәжбүрледі. Мұхаммед Шайбани өзінің жорықтарын негізінен қазақ сұлтандары ұлыстарының орталықтарына бағыттады. Әсіресе оның үшінші жорығы қазақтарды қатты күйзелтті. Соғыста әз Жәнібектің балалары Жаңыш пен Таныш сұлтандардың електері азап шексе, Бұрындықтың ұлдарының ұлыстары түгелдей аман қалды. Мұның өзі Бұрындық ханды бедел абыройдан жұрда етті. Елді ортақ жауға, өзінің күйеу баласына және жекжаттарына қарсы белсенді күреске ұйымдастыра алмаған оны халық мүлде естен шығарып, енді соғыстарда қолбасшылық ерекше дарынымен және жаужүректігімен көзге түскен әз Жәнібектің ұлы Қасым сұлтанның төңірегіне топтаса бастады. Алайда елді дүрліктірген Мұхаммед Шайбанидің ылаңы да ұзаққа созыла қойған жоқ. Оның 1510 жылдың басында Ұлытау маңындағы Қасым сұлтанға қарсы соңғы 4-ші жорығы сәтсіздікпен аяқталды. Осындай ахуалдар ел арасында Қасымның беделін арттыра түсті, ал Бұрындық ханның билігін құрдымға жіберді. Ақырында ешкімге керексіз болып қалған ол өзіне елесіп, Мәуереннахрға қоныс аударған өзінің 4 ұлынан да қолдау таба алмай, көп қыздарының ішінен Самарқанда тұратын кенже қызы Михр Сұлтан ханымның қолына көшіп барады. Оны қызы өмірінің соңына дейін бақты. Елден қол үзіп елеусіз қалған ол қайтыс болған соң көп мұсылмандардың бірі болып Үргеніш маңындағы қабірге жерленді.